Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анар. Бүгін сіздермен бірге ешқандай духовканы, пешті қажет етпейтін, жай ғана табада дайын болатын, өте жұп-жұмсақ болып шығатын керемет үйдің табананын дайындайтын боламыз. Жасалу өте оңай және құрамына қосылатын заттар жай ғана тұз, қант, су және ұн ғана қажет болады, ашытқы қажет болады. Менімен бірге міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп жасап көріңіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Олай болса жасауға кірісейік. Ең бірінші бізге жылы су қажет болады. Міндетті түрде жылы су болу керек, жылытып алыңыздар. Одан кейін бір ас қасық қантымызды саламыз. Және де ашытқымызды да бір ас қасықпен толтырып саламыз. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Сіздің ашытқыңыз жақсылап еріп кету керек, қант та еріп кету керек осы жылы сумен. Содан кейін тұзымызды да салып, тағы бір араластырып жібереміз. Енді ары қарай біз осыған міндетті түрде електен өткізіп, ұнымызды жаймен салатын боламыз. Мен құрамына көрсеткенім 400 грамм ұн. Осы 400 грамм ұнды салыңыздар. Одан артық ұнды салмаңыздар. Ол өзі осындай қолға жабысатын, бізде қамыр шығу қажет. Мінекей, жай-жайдан ұныңызды сала отырып, жақсылап араластырып, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып отырыңыздар. Мінекей, осылай лопатканың я болмаса қысықтың көмегімен жақсылап ұнды араластырып жіберіңіздер. Барлығы жақсылап араласқаннан кейін кішкене қолмен де араластырып жіберсеңіз болады. Бізде жаңағы айтып өткенде қолға жабысатын қамыр шығады. Мінекей, қолмен аздап басып жібереміз осылай. Енді бетін осындай пищевой пленкамен жауып, одан кейін бетіне жылы орамалымызды жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Енді табамызды жақсылап майлап алатын боламыз. Міндетті түрде табаларыңыздың асты қалыңын таңдаңыздар. Табаларыңыз жұқа болмау қажет. Асты қалыңдау осындай табаға пісірген абзал. Майды жақсылап жан-жағына жақсылап жағып аламыз майымызды. Әбден молдау етіп жағыңыздар. Біздің нанымыз 1 сағат шамасында тұрды, дайын болды біздің қамырымыз. Мінекей, қазір осы жерге де үстелдің үстіне түсіріп те тағы бір қолымызбен басып жіберетін боламыз. Сол үшін майды жағып жатырмыз. Сіздер де осылай майды жағып алыңыздар. Қолдарыңызды да майлап алыңыздар. Міне қамырымызды осы үстелдің үстіне салып, қазір дөңгелектеп, яғни формаға келтіретін боламыз. Дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Осындай дөңгелек күйіне келтірдік. Енді табамызға салатын боламыз. Табамызға салып, тағы да бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Жылы жерде 30 минут тұру қажет, сол кезде тағы да көтерілетін болады. Енді газ плитамыздың ең жай отына және ең кішкентай көзіне салып, өте жай отта пісіруіміз маңызды. Яғни ол өзі асықпай пісуі қажет. Сондықтан ең жайына қойыңыздар. Ең жайына қойып, бетін жауып, 30 минутта мінекей салдық. Нанымыз 30 минутта мінекей асты пісіп шықты менде. Келесі бетіне ауыстырып алдым. Ол жағы да 30 минут пісті менде. Яғни 1 сағатта наным пісіп шықты. Асықпай баппен пісуге қажет. Сол кезде сіздің нандарыңыз дәмді болып, жақсы болып, көтеріліп, жұмсақ болып шығатын болады. Мінекей, нанымды мен түсіріп алып жатырмын. Міндетті түрде одан кейін наныңыз түсіп шыққаннан кейін суытуға қойыңыз. Бірден кесуге кіріспеңіз. Міндетті түрде нандарыңыз кем дегенде 15 минуттай суып, 20 минуттай суып тұрсын. Мінекей, нанымыз қып-қызыл болып, өте дәмді болып пісіп шықты. Барлықтарыңызда осы үйдің табанан пісіп көріңіздер, дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.